Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, Атырау арнасының эфирінде Рамазан руханият айы бағдарламасы. Бүгінгі біз бағдарламамызда жалпы қасиетті Рамазан айының адам баласына беретін рухани тәни пайдалары турасында, жалпы биылғы Рамазан айындағы айының ерекшеліктері турасында сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Атырау облысының бас имамы Алтынбек Отысқанұлы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Рахмет, Алла разы болсын. Аумин, бірге болсын. Биыл енді қасиетті Рамазан айы да келді. Міне Рамазан айының екінші 10 күндігіне де Аллаға шүкір қадам басып жатырмыз. Қалай өтіп жатыр оразаларыңыз? Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум ва рахматулла. Ең әуелі Алла тағалаға сансыз шүкіршілік етеміз. Себебі қаншама қиындықтардан кейін осы Рамазанға жетіп отырмыз биыл. Енді қиындықтар дегенді халыққа баршасына аян. Кеше күні індет болды әлемде. Сол індеттің салдарынан мешіттеріміз жабылды. Одан мешіт жабылғаннан кейін тарауық намаздарды жамағатпен оқи алмай қалдық. Тіпті хатымдар түсірілмеді. Мешіттің жанында емін-еркін ауызашарлар болмады. Рамазанда жасалынуға тиісті көптеген шараларымыз жамағатпен жасалынуға тиісті болған шаралардың көбі мешіттің жабылуына байланысты өкінішке орай атқарылмады. Яғни туған туыстардың өз бір-біріне барып, мәресере болып, ауызашарларда кездесіп, жақсы бір дұға тілек, бір-біріне құттықтау, әдемі сөздерін арнау, кешірісу деген сияқты нәрселердің барлығы болмай қалды ғой. Алхамдулилля, Аллаға мыңда бір шүкір, мінекей барлық қиындық қазір артта қалып жатыр. Осымен қалсын деп Алладан бірінші сұраймыз. Тек жақсы күндерге мамыражай осындай еліміз тыныш түрде керемет құлшылықтарға жете беруімізді Алла нәсіп етсін дейміз. Енді қазіргі таңда өте жақсы керемет өтіп жатыр. Жаңағы айтып өткен қиындықтардың бәрі артта қалып, керісінше намаздарымызды, тарауық намаздарымызды жамағатпен оқып жатырмыз. Маскамыз шешілді, арақашықтық сақталмайды. Жамағат риза, хатым құрандар түсіріліп жатыр, ауызашарлар беріліп жатыр. Тағы да сол сияқты үлкен игі істер жасалынып жатыр. Өте жақсы, керемет. Енді жаңа айтып кеттік, Рамазан айының да алғашқы 10 күндігі өтіп, екінші 10 күндігіне қадам басып жатырмыз. Енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, осы Рамазан айында көптеген игі шаралар осы мешіт жанынан облыстың барлық мешіттерінде жүзеге асып жатыр. Қазіргі таңда осы турасында бір кеңірек тоқталып кетсеңіз, қандай шаралар жүргізіп жатыр, жалпы келген жамағатқа бір өзінің рухани дем алуына, рухани нәр алуына қандай игілікті істер жүзеге асып жатыр? Рамазанның енді ең бастысы адам баласының көз алдына елестейтін, күнделікті жасайтын амалының бірі ауыз бекіту ғой. Ауыз бекітіп, ауыз ашу. Міне осы ауыз бекітіп, ауыз ашар деген қазір жоғары деңгейде өтіп жатыр деуге болады. Әр мешіт шама-шарқына қарай күнделікті ауыз аштырумен айналысып жатыр. Әрине жомарт жандардың осы ауыз аштырамын деген кәсіпкерлердің ықпалымен болып жатыр деп айтуға болады. Бірінші, мына мысалы Иманғали мешіті, орталық мешіттің өзінің жанында арнайы 2 кигіз үй, 1 палата тігілді. Ол жерде 450 адам күніне тек ішіне сыйып 500-ге жуық деп айтсақ болады, ауыз ашар жасалынып жатыр. Ал енді ол үйлерге сыймай қалған 100-ге жуық жастарымыз, мысалы сырттағы қалып қойғандарға, оларға да Рамазан қоржыны атты қолдарына күнделікті ішінде отырып ауыз ашатын тамақтарын қолдарына беру арқылы аштырып жатқан жайтымыз бар. Бұл үлкен қуаныш. Бұндай жаңа Құспан-моллада қалада, және де анау қаланың шетіндегі мешіттерде де болып жатыр, аудандарда да аштырылып жатыр, шама-шарқына қарай. Кейбір жерлерде енді болмай қалды мүмкін, бірақ жалпы алған кезде басындағы 2 күннің өзінде 3000-ның үстінде ауыз ашар болғандығын біз ақпараттардан бердік. Бұл үлкен бір жетістік деп айтқым келеді. Әрине ауыз аштырып жатқан жандардың баршасына Алла Тағала сауаптан нәсіп етсін дейміз. Ал енді сол сияқты тарауық намазда хатым құранмен, қарилардың келуімен, Құранды бастан аяқ оқуымен де жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар мешіттерде уағыздар жүргізіліп жатыр. Мысалы, Рамазанға біз дайынбыз ба деген бағдарламада уағыздар жүргізіліп жатыр. Жаңа ауызашарларда уағыздар жүргізіліп жатыр. Құтпан намазының алдында жамағатқа уағыздар жүргізіліп жатыр. Инстаграмда арнайы осы Рамазан туралы уағыздар жүргізіліп жатыр. Ең бастысы мына бүгінгі мінекей
Қазақстан Атырау телеарнасымен біріккен түрде Рамазан рухани аятты үлкен бағдарлама ашылып, халыққа күнделікті көкейтесті сұрақтарына жауап беріліп жатыр. Міне осы сияқты марафондарда өткізіліп жатыр. Біз Рамазаннан өзгердік па? Қалай өзгереміз деген сияқты атаулармен әлеуметтік желілерде жұмыстарда жүргізіліп жатыр. Жалпы алған кезде Рамазанымыз Аллаға шүкір жоғары деңгейде қолымыздан келгенше мүмкіншілігімізге қарай өткізуге тырысып жатырмыз. Өте жақсы. Енді жаңа өзіңіз айтып кеткендей, осы қасиетті Рамазан айын жамағат жалпы қатысы анық болғанда көріп жатырмыз. Биыл ықыласы ерекше екенін де көріп жатырмыз. Жалпы енді осы қасиетті Рамазан айының мұсылман баласының өмірінде алатын орны, оның бір рухани дүниесіне беретін пайдалары қандай? Соған тоқталып кетсеңіз. Негізі Рамазан айының жалпы адам баласының тәніне, жанына да беретін пайдасы орасан зор деп айтуға болады. Енді тәніне қаншалықты пайда беретіндігі медициналық тұрғыдан қазір дәлелденіп, көптеген ақпараттар халыққа жеткізіліп жатыр. Ішкі дүниеңіздің барлығын тазалап өту, небір аурулардың жазылуы, тағы да басқа сол сияқты. Ал енді рухани жағда адам баласына өте көп берер деп айтуға болады. Себебі адам Рамазаннан шыққан кезде түбегейлі өзгеріп шығу керек. Баяғы жартас сол жартас болып шықпау керек. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, кейбір адамдар жаман сөзден тыйылмайынша, жаман іс-әрекеттен тыйылмайынша, Алла тағала оның ішіп-жемінен тыйылғанына мұқтаж емес дейді. Бұл жерден де көп нәрсені аңғарамыз. Және басқа бір хадисте келеді, жалпы адамдардың оразасы бар дейді. Және жалқы адамдардың оразасы бар. Жалқының ішінде жалқы адамдардың оразасы бар дейді. Жалпы адамдардың оразасы деген кім? Не нәрсе десек, жалпы адамдардың оразасы таңнан кешке дейін ішіп-жемнен тыйылу екен. Екінің бірі оны жасап жүр. Ал енді жалпының ішінде жалқының оразасы дейді. Ол кімдер десек, мына көзіңізді харамға қараудан тыйылу, құлағыңызбен жаман нәрседен естуден тыйылу, аузыңызбен жаман нәрсе сөйлеуден тыйылу, аяғыңызбен жаман нәрсеге барудан тыйылу, қолыңызды жаман нәрсеге созудан тыйылу. Бұл жалпының ішінен жалқыға түсетін ораза. Ал енді жалқының ішінен жалқы оразалар бар. Ол қандай ораза? Ол дегенің мына ойыңызға ораза ұстата білу. Яғни біреу туралы жаман ойламау, тек жақсы ойлап тұру. Көрдіңіз бе? Бұл үшінші сатысы өте жоғарғы деңгейдегі ораза болып табылады екен. Міне адам баласы мына Рамазанға кірген кезде осы үш саттан өтіп шығатын болса, мына толықтай рухани байып шыққан адам болып табылады. Көрдіңіз ба? Яғни ішіп-жемнен ғана тыйылып шықпай, бүкіл ағзаңызға, көзіңізге, аузыңызға, құлағыңызға, аяғыңызға, қолыңызға барлығына ораза ұстатып шығу бар да, одан кейін оның ішінен сытылып шығып, жаңағы ойыңызға ораза ұстата білу. Жаман ойламау бір адам туралы. Көрдіңіз ба? Сонда бұл оразаның негізі берер осы. Оразаның адам баласына парыз болудың астарында осындай үлкен бір тәрбиелік мәні бар екендігін түсініп білуіміз керек. Сол сияқты мына Рамазан айының жаңа өзіңіз айтып өткендей, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгендей, бірінші 10 күні мейірім 10 күні, ортаңғы 10 күні кешірім 10 күні, соңғы 10 күні тозақтың отынан құтылуға мүмкіншілік алатын 10 күн. Міне біз қазір мейірім 10 күннен өтіп жатырмыз. Яғни мейірім бітті деген сөз емес. Алланың мейірімі ол 30 күнде болады. Алланың мейірімі, кешірімі 30 күнде болады. Алланың жаңағы тозақтан құтылуы 30 күнде болады иншалла. Бірақ бұл жерде бөлініп көрсетуі адам баласы бір үлкен жоспар құру керек. Кез келген хадистің астарын кеңірек ойлануға тырысу керек. Қалай? Мысалы, бірінші оның мейірім болмаса ештеме болмайтын білеміз. Мысалы, біреудің адамы саған мейірімі түспесе, саған ешбір көмектеспейді, сенің жанынан табылмайды, сен туралы жақсы ойламайды дегендей. А мейірім түскен адам бүкіліне баруға дайын тұрады. Сол сияқты Алланың бірінші саған мейірімі түсіп атса, міне Рамазанға жеткізудің өзі сен мейірімінің арқасында жеттің. Ораза ұстауының өзі Алланың мейірімі арқасында ұстап жатсың. Ал Алланың мейірімі саған түсіп тұрса, сенің қолыңнан келгенше сен басқаға қандай мейірімдік көрсетіп атсың деген ой керек та. Алла маған осындай мейірімдік түсіріп, осындай жетістікке жеткізген екен, а мен көршіме қандай мейірімдік көрсеттім? Туысқаныма қандай мейірімдік көрсеттім? Достарыма, әріптесіме, айналада қоғамға қандай мейірімділік көрсеттің?
Егер дәулетті адам болсаң, сен мейірімділігіңмен қаншалықты қайырымды істер жасадың. Бір студенттің барып ақысын төлеп бердің ба? Стипендиясын төлеп бердің ба? Бір үйіне тұрған жатақханасын төлеп бердің ба? Білім жолында жүрген бала. Сол сияқты бір кедей кепшіктің жағдайын білдің ба? Оған үйіне бар бір айға жететіндей азық түлік бере алдың ба? Осының барлығы мейірімділікпен келетін нәрсе ғой. Міне осы айналаңа осындай мейірімділік көрсете біл. Мейірімділік көрсеткеннен кейін Алланың разы болатын көптеген Алланың разы үшін жақсылықтар жасағаннан кейін Алла тағала сізді екінші 10 күнде кешіріп қояды. Міне менің пендем Рамазанға жеткен екен. Алланың берген мейірімін, мейірімділік халыққа көрсете біліп, сондай сауапты істерге батқан екен. Енді осы пендемнің біліп-білместеген күнәсін кешіп қояйын иншалла. Тап-таза болып шықсын дейді. Деген мағынада түсінуіміз керек та. Ал Алла біздің күнәмізді кешіріп жатса, мен кімді кешіре білдім? Тағы да өзіңе сұрақ қою керек. Сөйту керек та, айналамда кімді ренжіттім енді? Әкемді ренжіттім ба? Анамды ренжіттім ба? Туған ағам бауырымды ренжіттім ба? Көршімді ренжіттім ба? Досымды ренжіттім ба? Ренжітсем, неге Алла мені кешіп жатса, мен де неге кешпеске? Деп жаңағы батылдыққа барып, оларды кешумен айналыс. Бауырым, қателік менен болды. Жаңылмайтын жағы жоқ, сүрінбейтін тұяғы жоқ дейді қазақ. Мен сізді кештім иншалла. Мына Рамазанда біз тап-таза болып шығайық, бір-біріне дос болып шығайық деп мойнынан түсіру. Анау адам кейбір кезде қасарысып, ой, сен кеше маған не істемедің деп, ол сенікі дұрыс болып тұрса да, кейбір адамдар нәпсіге беріледі да, кешпеуі мүмкін. Мына кешпей тұрса, мен үшін жалынамын дегенге бармау керек та. Шайтан тағы да сенің осы айда кереметтей сауапты істерден айырып қалуға тырысады. Бірақ оған бармай, ең бастысы Алла баған кешірімді болған екен, мен де кешірейін деп кешір. Мейірімді болдың, айналаң бәрін кешірдің. Одан кейін сен тозақтың отынан Алла тағала құтқарады ғой. Көрдіңіз бе? Өзі рет-ретімен әдемі болып шығып тұр. А сен мейірімді болмасаң, кешірімді болмасаң, қалай сен құтыласың деген мәселе ғой. 30 күндегі 10 күн бар ғой. Сол 10 күндегі тозақтың отынан құтылу 10 күн деді, оны біз кейін алу керек. Тек о дүниеде ғана тозақтың отынан емес. Сен мейірімді болсаң, кешірімді. Бұл дүниеде де сенің әртүрлі алдыңнан келетін қауіп-қатерлер, небір түрлі індеттер, небір түрлі қиыншылықтар, ауыртпашылықтар, небір түрлі сынақтардан Алла тағала шығарып қоюы мүмкін да. Тозақ деген о дүниені ғана емес, бұл дүниеде де бір кішігірім адамға берілетін сынақтардың өзі бір тозақ болып келіп жатады. Солардың барлығын Алла тағала иншалла мына мейірімділігіңе, кешірімділігіңе қарап, барлық жолды ашып, ана сынақтардың бәрін алып тастауы мүмкін жолынан. Өте жақсы екен, керемет. Жалпы енді Рамазан сауапқа толы, сауаптар еселенетін ай деп айтып жатырмыз. Жаңа өзіңіз де айтып отырсыз. Жалпы енді осы бір оразаның қабыл болуы, жалпы осы қасиетті айда жасаған игі істердің қабыл болғандығы жөнінде жалпы адам баласының өмірінде ол қалай белгі беруі мүмкін? Мысалы, кейбіреулер айтып жатады, енді Рамазан айынан шыққаннан кейін де жақсы жаққа өзгеріп, одан әрмен игі істер жасап, жаңағы жомарттық артық деген сияқты бұның барлығы жаңа Рамазан айындағы өзінің ниетіне қарай, амалына қарай бір сауаптарының қабыл болған деп айтып жатады жалпы. Өте дұрыс. Негізі кез келген құлшылықтың қабыл болғанын сол құлшылықты жасағаннан кейінгі уақытта белгілі болады. Мысалы, қажылыққа барып келдің. Қажылыққа келгеннен кейін баяғы жартас сол жартас болып, ішімдігіңді ішіп, балағат сөзіңді сөйлеп, жаман әрекетке барып жүрсің, мынау кеше қажекең болып келіп еді, мынаның тірлігі не болды деген болса, өкінішке орай сенің жаңағы жасаған амалың қабыл болмағандай сезімде боласыз. А егер де сіз сол қажылығыңызға барып, сол қажылық сізге әсер етіп, рухани байытып, адамды түбегейлі өзгертіп, жақсы жақтан ғана көрінетін болсаң, міне сен онда соны Алланың алдында шынайы түрде жасағандай, Алла сені өзгертіп, сол дұғаңның, жаңа қажылығының қабыл болғаны. Сол секілді намазға келген адамда да түбегейлі өзгеру керек. Өзгергенде сонда сіздің жақсы жаққа өзгерсеңіз, ол қабыл болған деп қарастырылады. Дәл сол секілді Рамазан айына келдің, кірдің, таңнан кешке дейін ораза ұстадың, тыйылуға тиісті нәрсе тыйылдың, бірақ шыққаннан кейін қайтадан әуләйін бітсе, халәуләйін бар деген сияқты әңгір таяғыңды ойнатып, не бір жаман іске барып жүрсең,
өкінішке орай ана Рамазан саған ораза әсер етпеген, сені өзгертпеген, ол онда сенің басқа ниетпен кіргенің көрініп қалады ол жерде. Ішіп жеуден тыйылып Ішіп жеуден ғана тыйылу, семіздіктен ару, немесе жаңағы ел ұстағанда мен ұстамаймын ба деген намысқа берілу оразасы ғана болып қалады. Жоқ, сіз Рамазаннан шыққан кезде уақытыңызды тиімді жоспарлы пайдаланған, шыққаннан кітаптарыңызды оқыған, зікірлеріңіз көбейген, намазыңызға немқұрайлы емес дұрыс ықыласпен қараған, айналаңызға қайырымдылық көрсеткен, қоғамға мейірімдіңіз оянған, кез келген нәрсені кешіретіндей болып шықсаңыз, міне оразаңыз. Сіздің оразаңыз, яғни Алланың алдында ұстағандай және қабыл болғандай ораза болып шығасыз. Негізі Рамазанға кірген адам шыққан кезде өзгеріп шығу керек дейді. Біз өзгеріп шығуымыз керек. Керісінше кейбір адамдар ойбай мынау әлсіздік жеңіп жатыр деп таңның атысынан кешінің басынан ұйықтап, уақыт өтпей жатыр, күн қашан батады деп жүріп өткізіп жатқандар бар, өкінішке орай. Біз одан сақтануымыз керек. Керісінше Рамазан айы кірген кезде руханиятыңыз, сен ол тәніңізді тазалап жатыр, алхамдулилла, Аллаға шүкір, оның өзіндік бір несін беріп қойды Алла Тағала, шипасын, хикметін, пайдасын. Бірақ сіз рухани тұрғыдан өзіңіздің жаныңызға керек нәрсені де бере білу керек. Соны қалыптастыру керек. Ол қалған айларда жалғасын табу керек қой. Өте жақсы. Рахмет, Алтынбек Тұсқұл. Енді біздің уақытымызда шектеулі. Енді осы Рамазан айының қасиеті, оның пайдасын айта берсек, әрине уақыт өте көп. Дегенмен де бүгін сұхбатымызға аз кем уақыт бөліп пікір білдіріп ой бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Енді біздің көрермендерге осы қасиетті айда айтар тілегіңіз, лебізіңіз болса. Қасиетті айдағы ұстап жатқан оразамызды ең бастысы Алла қабыл етсін. Алланың разылығы үшін ұстағандай етіп, Алла сауаптан жазсын. Елімізге тыныштық берсін, береке, бірлігіміз, ынтымағымыз арта берсін. Әркімнің тілеген тілек дұғасы қабыл болсын дегіміз келеді. Әмин. Рахмет сізге көп-көп. Дін жолында жасап жатқан істеріңіз сауаптан болсын, берекелі болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Қымбатты телекөрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Қасиетті Рамазан айы тағы да құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.